Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын панкейктің дайындалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: дүкеннің айраны, 2 жұмыртқа және қамыр қопсытқыш, қант пен ұн қажет. Ыдысқа жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз және аз-аздан қантты қоса отыра массамыз аппақ болғанша тоқтамастан жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз аппақ болып көтерілді. Енді осы массаға аз-аздан айранымызды қоса отыра тағы жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған массаға қамыр қопсытқышымызды қосамыз және ұнды міндетті түрде аз-аздан қоса отыра массамызды жақсылап араластырамыз. Алдағы уақытта жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біздің массамыз дайын болды. Қатты сұйық немесе қатты қою емес, дәл осы видеодағыдай шығу қажет. Біздің табамыз міндетті түрде құрғақ болу қажет және табамыз қатты қызғаннан соң барып массамызды аз-аздан осылай құятын боламыз. Панкейктерді орташа отта пісіреміз және бір бетін шамамен 2-3 минуттан пісіретін боламыз. Біздің панкейктердің бетіне осылай шариктер пайда болады және сол кезде жаймендеп екінші бетіне аударатын боламыз. Панкейктеріміз дайын, өте оңай дайындалады және құрамы өте қолжетімді заттардан құралады. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі деген сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.